именно Фарида айтқан версиясының минусы кімде бар деп. Аяулым айқынменен танымай. Білмеймін, еңбекқорлыққа өте қатты талпындым. Ешқайда жұмыс істемейді, жаңағындай домохозяйка болды ғой. 11 жасымнан бастап жұмыс жасадым, дисктер сатып, сөйтіп жұмыс істеп, жоқшылықтан да тоқшылықтан да өтіп жатырмыз. Тоқал алсаң да ренжімеймін. И Дэвид Гетта деген братымыз, менде гордыня қосылды. Менде бұл нәрселер болды, иә, сенде? Звездная болезнь. Күнделікті тұратын графигім сол, әйтеуір студия, үй. Кенжібек, қайырлы күн. Қайырлы күн. Саламатсыз ба, Динара ханым? Рахмет. Көргеніме өте қуаныштымын. Иә, менде мынау сенің анана. Рахмет үлкен. Rosa Flowers гүл шоқтары. Осындай менің жаңа жобама, жұлдыздан төмен деген жобама келіп жатсың. Рахмет үлкен. Иә, мына шақырғаныңызға рахмет. Керемет. Бүгінгі спонсорларымыз көп саған беріп жіберген, сондықтан. Сыйлыққа қарық болатын болдық қой бүгін. Бүгін мен интервьюмнан кейін барлығын берем саған. Әрине. Так, көп рахмет, осылай келіп жатсың. Саған осындай сұрағым бар. Қалай сен бұл өнер жолына неше жастан бастап келдің? И бірінші әнің сенің? Жалпы негізі өнер жолына мен 6 жасымнан бастап келген болатын. Енді 6 жасымнан деген кезде бала кезімнен ән айтатын, магнитофон болатын үйде, сонымен қосылып, әйтеуір айқайлап, сөздерін білмесем де әйтеуір қосылып, сөйтіп 6 жасымда оны осы әншілікке сондай бір бейімделген екенімді әкем көрді да, содан кейін бірінші районный конкурсқа апарды. Ол кезде ауылдасың ғой. И сөйтіп районный конкурсқа апарып, сол кезде бірінші орын алып кетсем бола ма? Сонымен сол нәрсе мотивация болды. И жалпы негізі енді кішкентай баласың ғой, ол кезде енді 6 жастасың. Миың бәрі ойыншық баяғы. И берген ойыншықтарына қызығып, көп конкурстарда жеңіп алсам, көп ойыншық аламын деп кәдімгідей мәз болып сөйтіп конкурстардың бәріне қатысып шықтық. Жалпы осыдан басталды негізі, өйткені 6 жасынан басталды. Иә, ең бірінші сол ата-анам сенді ғой. Әкем көтерді, содан кейін ары қарай уже интернатқа түстік, сабаққа түстік. Сонымен ол жерде де конкурстарға қатысып, байқауларға қатысып, талай жүлдегер атанғам. Мұғалімдеріме үлкен рахмет. Үлесін қосып, ықпалын тигізген осы қазір менің қалыптасуыма. Ал енді қай әннен бастадың сол 6 жасынан бастап? Негізі осы маған қызық болды. Негізі вообще бірінші әнім ол жерде айтқан: бүгін сенің туған күннің балапаным дәулетім дейтін бар ғой, анау жігіттер квартетінің әні бар ғой, соны айтып шыққам. Керемет. Одан кейін екінші ән Құрмаш Махан ағамыздың әні. Ол кезде Фарида Жолдасова кішкентай болды ғой. Иә, Лұқпан ағамыздың қызы. Керемет, сол кезде кішкентай кезінде орындаған бір дискісі болатын. Сондай әйтеуір минусовка іздестіріп тауып, ол кезде қандай, ол кезде андай магнитофон емес, ол кезде мини кассета деген болды ғой, мини кассет деген, мини диск деген. Сондайлар кімде бар? Мына Құрмаш Махан ағамыздың Аяулым дейтін әнінің именно Фарида айтқан версиясының минусы кімде бар деп сөйтіп іздеп әйтеуір тауып, қай минус? ауылдардан. Қай әнді? Аяулым айқынменен танымай. Мен просто конкретно атын білмей тұрмын, ол солай аталам екен деген сияқты. Ол әнді? Жалпы сол екі әнді айтып шыққан болатын. Сөйтіп бірінші орын алып кеттім, сонымен өзі ары қарай кетіп қалды ғой. Ал енді Кенжібек, сен әкеңнен 11 жасында айырылдың. 9 жасында. 9 жасында ма? Кешірім сұрайым. 9 жасында содан бастап қандай енді көп жұмыс жасадың, барлық сенің өміріңдегі жақындарың, анаң, ағаларың, қарындастарың барлығын сен енді қазіргі таңда бағып
келе жатырсың деп. Қолдан келгенше Қолдан, да? бағып деген менде ол Бағып емес үлкен- енді, иә, иә. үлкен әңгіме болатын шығар, бірақ Енді енді қолдап қолдан келе келгенше иә, қолдап. келе жатырмын. Жалпы Аха. негізі өзім бала кезден бастап осы білмеймін, еңбекқорлыққа өте қатты талпындым. Жалпы енді шыны керек әкеміз қайтқаннан кейін өмірде анам үшін қиын сәттер басталды, өйткені 3 жыл бар. 3 жылды аяққа тұрғызу керек, және де енді ешқайда жұмыс істемейді, жаңағындай тамақ хозяйка болды ғой. Содан аяқ астынан жұмысқа кірді ол кісі. Сөйтіп әрдайым звондаған кезде уже дауысынан шаршаңқы дауыстар байқала бастады да, шаршаңқы ноталар байқала бастады. Сөйтіп мен кішкентай болсам да қол қусырмай әйтеуір дисктер сатып, сөйтіп жұмыс істеп, кішігірім болса да азын-аулақ тиын тебен жинап сөйтетін. Ағаларым да қарап отқан жоқ. Ағаларым да әрбір жұмыстарды істеді. Бәріміз жұмылып үш жақтан әйтеуір максимально анашымыздың өмірін жеңілдетуге тырыстық. Қазір әйтеуір жемісін көріп жатырық, шыны керек. Керемет. Сонда семьяда үшеусіздер, иә? Семьяда үшеуміз, иә. Алдында 2 ағам бар. 2 ағам бар, иә. Иә. Сен сонда 9 жастан бастап жұмыс жасадың ба? Жоқ, мен 11 жасымнан бастап жұмыс жасадым. 11 жасынан бастап, иә. 11 жасымнан бастап жұмыс жасадым. Параллельно мен осы музыкамен айналысып нетіп жүрген кезде өзім керемет мұғалімім бар тұғын, Айгүл Саменова дейтін. Ол кісі енді шыны керек екінші мамам десем де артық айтпаймын, өйткені ол кісі тек қана маған музыкадан ғана білім берген жоқ, және де жалпы өмірлік ұстанымдардың көбісін сол кісі үйретті. Өйткені интернатта мен ауылдан келген адаммын ғой, интернатта не поведение жоқ, в общем максимально еркін өскен, ешқашан тыйылмаған сондай адам. Сен интернатта өстің ба сонда? Иә, интернатта өстім ғой, мен интернатта оқыдым. Ағаларың Көзі көрмейтін балдарға арналған арнайы нөмір 1 мектеп бар тұғын, интернат. Енді каникулдарда кеп тұрасың ғой, бірақ в основном көбінесе сол Қарағанды қаласында сол жерде интернатта өткіздім уақыттарым. Сол кезде сол мұғалімім мені жалпы осы өнер жолында да, өмір жолында да жетектеп алып келді. Қазіргі таңда өмірден озды ол кісі. Иманды болсын. Дегенмен де ол кісінің ең миымда қап қойған сөзі бар еді. Егер сен, қалай орысша айтады, если ты не станешь великим, грош цена моему труду дейді да. Сөйтіп айтқан болатын. Енді сөзін жерге тастамай қолымнан келгенше еңбек етіп жатырмын. Бірдеңе болады деген үміттемін жалпы. Ой, керемет. Сен и так өзің сондай керемет жұлдыз, талантсың. Қазіргі таңда біздің көрші түрік елдеріне ән жазып жатыр екенсің, иә? Иә. Саундтрек. Болды, осы 25 жылды осы саундтрекпен бастадың. Қалай олар саған хабарласты? Қалай сен ол түрік елдермен келістің? Қалай олар саған шықты дегендей, осындай саған дайректке жазды ма, әлде телефонға ма? Осы енді көбісі сұрайды ғой, қалай сіздер осы басқа шетел елдермен қалай хабарласасыздар, құлақтарына алтын сырға? Негізі жалпы негізі ағаларым бар. Осы Жаным Қазақстан деген киноға өте қатты беріліп, осы Түркия, қазақ елі бірлестігімен сондай керемет кино түсірген болатын. Ол кино біздің қазақ елінің сондай туристический орындарын көрсету, туристический орындарын сондай дәріптеу мақсатында жасалған кино болатын. Және де Түркия елдерінде Каппадокия, сондай қалаларында түсірілім болған. Сол кезде маған предложение түсті. Осылай композитор боласың ба, полный метр деп. Қалай түсті ол? Қалай саған шықты саған? Маған сол ағаларым хабарласты, Жаслан аға деген. Ол кісі сол главный продюсер сол киноның. Содан кейін шықты. Сөйтіп біздер ойланбай келістік, өйткені менің ойымша
осы қазақ елінің керемет сондай сұлу жерлерін өзге елдер білу керек. Әсіресе өзіміздің отандастар, негізі бұл кино өзіміздің отандастарға өте үлкен сондай бір знак беріп жатыр. Дәреже, өйткені бұл кинода біздер дейтін, мысалы, Алматыда жүріп білмейміз, Шарын деген сондай жерлерге бара да қоймаймыз ғой, бірақ барамыз деп қоямыз, бірақ бара да қоймаймыз ғой. Бірақ мен де болған жоқпын ол жерде, бірақ обязательно сенен кейін барам. Бұйырса барып қайту керек. Может, екеуміз барып қайтамыз. Неге бармасқа. Жалпы біздің мақсатымыз көбірек біздің елдерге сондай көрсету керек, инвестициялар ағылып келсе деп ойлаймын да, жалпы өзім. Өздері келсе, қолдан келгенше әйтеу мақсатымызға қол жеткіздік деген үміттемін. Енді ары қарай дами береміз, бұйырса тағы да бірнеше киноларға саундтректер жазам деген үміттемін. Негізі жалпы оның алдында бірнеше сериалдарда менің әндерім ойнаған болатын. Қандай сериалдарда? Шыны керек аттарын білмеймін, бірақ әйтеу өзімнің менеджерім сөйлесіп, келісіп, сөйтіп бірнеше сериалдарға шыққан болатынбыз. Сонда олар сен менеджеріне WhatsAppқа шығып, сосын сөйтіп шығады ма? Көбісі солай шығады ғой. Менеджерға шығады, содан кейін егер тікелей білетін адамдар болса, мені тікелей шығады деген сияқты ғой. Жалпы негізі мен дейтін әрдайым жауап бересің әрдайым, әрдайым жұмысқа, вообще жұмыстан қашпаймын, сотрудничествоға ашықпын әрдайым. Сен өте талантты, сен даже джаз жазады, Кенжебек, да? Классика, любой формат, рок жазады екенсің. Мен, кстати, недавно сен жайлы естідім, даже рок жазып берген екенсің. Бірақ сыртынан естіген кезде қатты қуандым. Енді өнер адам болған соң, мынандай қазіргі таңдағы жастарымызға қандай кеңес бересің? Жалпы негізі ең бастысы дами беру керек. Қазіргі заман осы технологияның шыңдалған заманы деп ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда мысалы искусственный интеллект деген нәрселердің бәрі дамып жатыр ғой. Жалпы осы сфераға өте көп көңіл бөлсе екен деген ойдам. Жалпы мен өзім қазір сол моделирование, сол искусственный интеллект, жалпы адамдардың дауыстарын сондай через программы, өткізіп, кәдімгідей прям шок бола ма сонда? Шок болады. Дауысы жоқ кішігірім жобалармен айналысып жүрмін. Бұйырса ары қарай осындай мен сияқты мүмкіндігі кішкене шектеулі жандарға өзімнің бір үлесім тисе деген үмітте, жаңағыдай музыкальный программаларға өзім скрипттар жазып, кодтар жазып, сөйтіп әйтеу қолымнан келгенше дамытып жатырмын. Алдағы таңда жемісін көреміз деген үміттемін. Және де сен Джахалиппен бірге жұмыс жасады деп естідім. Бірге бір студияда жұмыс жасадыңыздар, Ал енді қазіргі таңда сен өзіңнің студияңды аштың ба, әлде әрі қарай сол Джахалиппен жұмыс жасап жатсың ба, соның студиясында жасап жатсың ба? Әлде де әлі ашылмаған, может, студияда отырған шығарсың. Сөйтіп естігем негізі, Жалпы негізі бұл моментте мен өте ризамын ағаларыма. Олар менің ағаларым ғой. Негізі жасы үлкен болғаннан кейін бір қиын кезең этаптарда маған өте қатты көмектесті. Және де сондай бір жұмыс жасауға условиясы бар керемет жер берді. Сол жерде жұмыс істеп жүрдім. Әлі күнге дейін өте жылы сыйласамыз, жылы сөйлесеміз. Әрдайым мен оларды аға ретінде құрметтеймін. Әрдайым әр отырыстарда мақтап айтып отырам. Дегенмен де енді адам болғаннан кейін өскің келеді, өңгің келеді. Сондықтан жан жаққа енді жұмыс бабымен бөлінуге тура келді. Дегенмен де біздің өзіміздің инициативімізбен, өзім өйткені мен ары қарай жеке өзімнің студиямды ашқым келді. Сөйтіп өзімнің студиямды
аштым осы Алматы қаласында. Содан кейін оны қазіргі таңда Астанаға көшіріп жатырмын. Астанаға көшіп жатсыз. Иә, Мен Астанаға. және де сөзіңізді бөліп жіберейін. Осы жақын арада сіздің студияңыздан бір өте қымбат нәрсені ұрлап кеткен болатын. Иә, ондай болды. Иә? Ол қалай, ол кім? Оны таптыңыз ба ол адамдарды? Иә, ол адам таптық енді, атын атап түсін түстемей ақ қойық. Иә. Жалпы негізі енді әртүрлі жағдайлар болады ғой. Енді кешірдіңіз оны. Әрине. Бірақ сіздің затыңызды қайтарып берді ма? Әрине. Орнына қойып берді. Дегенмен де жалпы енді ұрлық түбі қорлық қой, бәрібір ол нәрсе ашылады, бәрібір ол нәрсе көрінеді, сондықтан ешкімнің ала жібін аттамай, абай жүрейік десең. Дұрыс. Кенжебек негізі өте керемет жан. Екеуміз саған өте ризамын. Бір арамызда енді болды келіспеушілік ән жағынан. Ондай кезде творческий адамдардың арасында ондай болып тұрады десең. Сенің анаңа, әкеңе, жақындарына ризамын осындай саған тәрбие бергенге. Және де кешірімдісің, өте кешірімді, сөзге тұратын азаматсың. Енді мынандай сұрақ саған. Сен өзіңді Гуглдан көп қарайсың ба? Гуглдан болсын, Ютубтан болсын, енді өнер азаматы болғандықтан, өнер адам болғандықтан арасында өзім де қарап қоямын енді Гуглдан өзімді. Мен негізі жалпы өте критичный адаммын да негізі. Ондай видеоларды өзімнің Гуглдан ақпараттарды қараған кезде мен әрдайым өзімді сондай қай жерден мен жете алмадым, қай жерден мен өсе алмадым деп ары қарай дамыту мақсатында қараймын. Әйтпесе былай постоянно өзімді көрсетіп, өзімді қарап отыратын ондай енді дұрыс, керемет. Бізге жараспайды ғой жалпы. Енді сен сондай таланттысың, саған әртүрлі комментариялар жазады, Соны мен ойлаймын, жаман комментарияға сен жауап бересің бе? Әлде не деп ойлайсың? Неге сондай азаматтар неге сондай жаман комментария жазады? Ол қандай адамдар? Не үшін? Менің ойымша жалпы ешкімнің, жалпы адамның жаманы жоқ қой негізі. Әрдайым әр адамнан кішкентай болса да, теңіздің суының каплясындай болса да жақсылық іздеп тұру керек та. Жалпы негізі мен жаман комментарияларға шыны керек мән бермеуге тырысам барынша. Бірақ әрине енді арасында болады ғой, әрине кейде жүрегіңді тесіп жіберетіні рас. Өйткені негізі біздің сол кезде жауап бересің бе? Жауап бермеймін негізі. Жауап бермеймін. Максимально сабырлық қылам. Өйткені бүгін ол комментарий жазды, ертең мүмкін бір жерде кездесерміз деген сияқты да. Істің байыбына жетпей, істі білмей, мысалы, например, жазып жатқандар да көп. Бір жақты қолдап, бір жақты даттау үшін, болмаса деңгейімді түсіру үшін, болмаса білмеймін, енді әртүрлі мақсаттармен жазады ғой. Бірақ мен ешқашан оларға жаман көзбен қараған емеспін, жалпы жаман оймен қараған емеспін. Мен әйтеу бәрін бір Аллаға тапсырып, өзім бақытты өмір сүріп жатырмын. Керемет. Мынандай сұрақ саған, енді сен не үшін Алматы сондай керемет қала, өнер азаматтары, азаматшалары, барлықтары Алматыда тұрады, Ал сен енді қазіргі таңда Астанаға көшіп жатырсың. Не үшін? Астанаға көшіп жатқан себебім жалпы негізі өзіме қала ұнады. Және де менің ойымша Астана өте болашағы биік қала, болашағы мол қала. Жалпы білмеймін, өзіме соңғы рет барғанымда Астана өте қатты жақты да. Содан кейін әйтеу жүрегім қалап тұрғаннан кейін. Бір жермен. Жалпы андай ғой, енді бір новый қалада өмір сүріп жатқан сияқтысың да. Новый бір семейный қала, дисциплинасы бар, фокусы бар да. Жұмыс жасаған кезде ештеңеге отвлечение жоқ. Кешкі сағат 12-ден кейін бәрі жабылады. Бір жаққа барып тамақ ішіп келу деген нәрселер, ондай нәрселер жоқ.
таза сен уже 12-ден кейін үйге қайтасың деген сияқты нәрсе ғой. Маған қазіргі таңда фокус өте қатты қажет, өйткені менің алға қойған мақсаттарым бар. Олардың бәрін орындау керек деген сияқты. Артында отбасым бар деген сияқты, ата-анам бар деген сияқты. Ал енді қазіргі таңда оларды енді просто так бүйтіп қалдыра салмайсың ғой. Ал Алматыда болса, Алматыда рахат, әрине Алматы өзі баурап алады, өзі вообще кайфуша қала дейді ғой, сондай ғой. И сондықтан Астанаға барып кішігірім сондай бір өзіммен өзім қалып бір демалып алсам деген сондай үмітпен, өнер жолын басқаша өзгертсең, кішігірім өзгертсем деп, сондай ниетпен жалпы Астанаға көшіп жатырмын. Бірақ кім біледі, Алматыға қайтып келуім де мүмкін. Алматыға келмеймін деп айтпаймын. Алматыда большинство уақытымды өткіземін, өйткені жұмыстың барлығы осында ғой. Сондықтан екі қалада да қатынап жүре беремін негізі, ары бері. Ал енді мынандай сұрақ саған, біздің ағаларымыздың актер болсын, әнші болсын, кімді өзіне осындай осы пример алып, осы кісі сияқты, осы әнші, осы актер сияқты болғың келеді, осыдан пример алғың келеді, кімді айта аласың? Жалпы негізі енді мысал деген кезде менің бұл тұрғыда ойым кішігірім бөлек. Әрине әр ағаларымызды, актер әншілерімізді, болмаса жас дарындарды болса да өте қатты сыйлаймын. Мен ешкімге негізі жалпы мін тақпайтын адаммын. Ешқашан ойдан потолоктан ала салып бүйтіп сен бүйтпедің, сен сөйтпедің дейтін адам емеспін. Мен негізі жалпы ешкім емеспін ғой. Ешкім біреуді сөгіп, біреуді бағалайтын, балағаттайтын да, бағалайтын да жалпы ешкім емеспін ғой. Бәріміз бір пендеміз ғой. Сондықтан әр адамның өзінің өмірлік жолы бар, өзінің өмірлік ұстанымы бар деген сияқты. Мен көбінесе өзім енді эксперименттерге өте қатты жақын болғаннан кейін, әйтеу бірде таяқ жеймін, бірде сүрінем, бірде наоборот қуанам, бірде жетістіктерге жетем деген сияқты сөйтіп сүрініп, ұрынып, әйтеу өмірімді сүріп келе жатқан адамның негізі. Өте керемет. Кенжебек, мынандай сұрақ саған, сенде болды ма осындай моменттер? Жоғарға қатты көтеріліп, төмен түскен сәттерде бірінші ой саған қандай келді? Негізі былай қарасақ, енді төмен жақтыда да көрдік, жоғары жақтыда да көрдік. Жалпы негізі ешқайсысына ренжімеймін. Мынаған қайтып келгім келмейді, мына жаққа қайтып неткім келмейді деген сияқты ондай ойлар ешқашан менің миыма кіріп шықпаған. Әрине қолың ұзын болса, жаңағындай дүниең болса, әрқайсысына жақсы ғой. Бірақ мәселе дүние жүрекке кіріп кетпеу керек та. Сондықтан әйтеу қолымнан келгенше баланс ұстауға тырысам. Қасымдағы жүрген бауырларыма әрдайым көмектесуге тырысам, әрдайым қол ұшын созуға тырысам. Сондықтан біз енді шыны керек қазір 21-ші ғасырдамыз ғой. Бұрын әйтеу көбісі анау жоқ, мынау жоқ деуші еді, қазір тіпті бір-бірімізді көруге де уақыт болмай қалды ғой. Уақыт қымбат болып кетті ғой бізге. Өте қымбат болып кетті. Сондықтан әрдайым осы ата-анама, жаңағындай өзімнің анашыма, ағаларыма, туысқандарыма, және де достарыма, жолдастарыма, отбасыма әрдайым уақыт бөлуге тырысам. Және де егер менде қолымда қаражат түссе, қаражат тұрмайды негізі. Жан-жаққа шашырап кетеді. Сондай енді өмір ғой. Жан-жаққа шашырап кетеді. Қолың ашық болып тұр ғой. Сондай ғой. Мен кеніш деп кеттім ғой. Бір бүйтіп қарайсың да, бір нормальный ақша тұрады, бір бүйтіп қарайсың да, уже жоқ ше. Қай кетіп қалған білмей қаласың. Мен ұмытып кетемін әрдайым. И енді натурам сондай болғаннан кейін уже қолын ашық адамсың, сен? Өте ашық. Мынандай сұрақ, Кенжебек. Төмен қатты түстің. Қалтаңда ақшаң жоқ, проездің жоқ, жақындарың көмектеспейді. Сол сәтте не бірінші ойына келді? Не ойладың? Қалай мен осы сәттен шығам? Например, болады ғой енді, мен не істеймін? Бірінші вариант. Менің ең бірінші жалпы ондай кезде туындайтын ой, сынбау да.
любой нәрседен сынбау. Өйткені жалпы көптеген сынақтар кеп жатады әртүрлі адамдарға. Әйтеуір ең бастысы почкамды алып қойған жоқ деген сияқты, бауырымды алып қойған жоқ деген сияқты, ата-анам аман деген сияқты сондай ойлармен өзімді басып отыратынмын әрдайым. Сөйтіп максимально әйтеуір қолымнан келгенше тырысып жан жақта қандай возможностьтар бар соларға прям ұстанып қалып жүруге тырыстым да. И соның арқасында сабыршылықпен, сабырдың арқасында, ол жерде эмоция ештеңе шешпейді. Когда сен именно төменде болған кезде эмоция ештеңе шешпейді. Ол жерде тек суық оймен, суық баспен кәдімгідей целенаправленно жұмыс істеу керек та. Әйтеуір қолымнан келгенше тоқтамау керек да. Сіздің жан досыңыз бар ма өзіңіздің? Егер жақындарыңыз, кімге сенесіз? Қазіргі таңда енді өте қиын болып кетті ғой. Біреуге сену, адамға сену деген өте қиын. Жалпы негізі енді достарым бар, әрине Аллаға шүкір достарым бар. Достарым өзім менің командам ғой. Осы Әсет деген бала бар, Тима бар, Темірлан деген, Думан деген досым бар. Олар әнші ма, актер? Әлде қарапайым? Әсет менің менеджерім, Темірлан менің бауырым әрі мобилографым, Думан концертный звукорежиссер, және де ол барабанщик. Жалпы осы адамдар менің өмірімде жылдармен келе жатыр, жылдармен именно қиын сәттерде есептелген, жылдармен есептелген достарым да менің. Сондықтан әрқайсысына мен басым деймін. Және де егер енді дос қой енді. Және де арқа сүйер ағаларым бар деген сияқты. Мысалы мен өнер жолындағы мысалы Бейбіт Қорған аға әрдайым маған қол ұшын созып көмегін беріп тұрады. Және де сіз барсыз. Ой, рахмет саған. Жан жақтан әйтеу көмектесетін адамдар көп негізі. Негізі Кенжібекке енді өте талантты әнші. Өзің талантты композиторсың. Саған көбісі енді қалай Кенжібекке қалай звондасам болады, қалай шықсам болады. Динарка звондай қойшы десе, Кенжібекке звондасам, сразу алады ғой. Вот Қайнар Алагөзов сияқты. Сразу Кенжібек, вот знаешь, осын саған ризамын. Әрқашанда мен звондаған кезде телефонды алып, жауап беріп, совет беріп, маған кеңес беріп, саған көп рахмет айтамын. Әйтеуір қолдан келгенше ғой. Қазір адам мен адам сыйласу деген нәрсе өте аз болып кетті ғой. Қазір әр қайсысы өзінің бір пайдасымен, выгодасымен сөйтіп сыйласатын болып кетті. Жалпы негізі ондай нәрсені біз допускать етпеуіміз керек деп ойлаймын өз басым. Ең бастысы арамызда осындай сыйластық болатын болса, басқасының бәрі өз орнына келеді деп ойлаймын өзім. Керемет. Кенжібек, саған осындай сұрақ. Егер сен $1 миллион ұтып алсаң, бірінші қайда жұмсар едің? Ең бірінші менің ойымша, мен жалпы дәл қазіргі состояниеда ма? Именно? Қазір ұтып алсаң лотереяны, мен шыны керек ең бірінші өз-өзіме инвестиция жасаушы едім. Инвестиция жасап, ол ақшаны еселеп өсіре беретін едім. Және де қандай инвестиция? Енді қазір мен өнермен айналысып жатқаннан кейін жаңағыдай профессиональный маркетинг, менеджер деген сияқты сондай адамдарға ешқашан ақшамды аямай беруші едім. Мені ары қарай дамытса, мені ары қарай биіктерге жетелесе. Кімге шығар едің? Және де жалпы енді ақша деген нәрсе енді андай ғой. Бірде бар, бірде жоқ деген сияқты. Егер сен $1 миллион болатын болса, ең бастысы өзіме инвестировать етіп, ал егер емес, өзіме инвестировать еткеннен кейін ары қарай мен өзімнің туысқандарым, ата-аналарым және де осы халқым, жалпы негізі
шыны керек мектеп салғым келеді. Қандай мектеп? Енді именно қазақ тілі жағына қарай өте қатты сондай уклон жасайтын. Өздеріңіз байқап отырсаңыздар, жалпы мен енді барынша қазақша таза сөйлеуге тырысып жатырмын, өйткені керемет. енді шыны керек күнделікті өмірде орысша сөздер араласып кетіп жатыр ғой. Енді оған ешкімді айыптай алмаймыз. Дегенмен де әйтеу қолдан келгенше хотя бы осы деңгейде сөйлей алатын болсақ қазақ тілінде, және де өзіміздің тарихымызды білетін болсақ, жалпы менің ойымша еліміз дамиды деген үміттемін. Сонда сіз мектеп ашар едіңіз, иә, бірінші? Мектеп ашар едім. Ал сол $1 миллион алған кезде сізде мынандай ой бола ма? Мен так, бірінші звонок, кімге звондаймын? Әрине. Қандай продюсерға, шетел болсын, например, біздің көрші түрік еліндегі бір продюсерға ма, әлде біздің Қазақстанның кімге звондар едің? Осындай мені көтерші мен, или сен өзің көтерілесің ба? Жоқ, мен команда жинайтын өз басым. Әртүрлі жерден, әртүрлі сондай менеджер, сондай адамдар. Өйткені қазіргі таңда тағы да айтып кетейін, 21-ші ғасыр, жалпы осы технологиялар өте қатты дамыған заман. Дегенмен де сондай технологиялардан, жалпы осы социальный сеттер дейміз ғой, әлеуметтік желілерден сабақ беретін, сондай әлеуметтік желілердің алгоритмін түсінетін адамдар өте аз. Біздің елде тем более аз. Дегенмен де қазіргі таңда бұл сала өте қарқынды дамып келе жатыр. Менің ойымша осы жақын арада осы біздің осы әлеуметтік желіні пайдаланушы адамдар өздерінің видеоларын салып, жаңа таланттар, менің ойымша ешкімнің көмегісіз ақ шетелге, өзге елдерге шығу әбден ықтимал. Шығып жатыр да. Мысалы, мен шыны керек әйтеу Алматыда арман қуып жүрген бала, мысалы, менің әнім СНГ-ға атып кетеді деп үш ұқтасам да түсіме кірмеген да. Үші мен ол әнге сенбегем да вообще бар. Сондай болады, иә. Андай что-то маған намайды деген ән еще атып кетеді ғой. Қалай жаздың ол әнді? Шоколад деген ән ғой. Иә, керемет. Енді ол әнді отельде жазып, Москвада. В общем, Андрей Малаховтың бағдарламасына бару керек болды. И сол кезде... Бір күнде жаздың? Сол кезде, иә, сол түсірілім күннен бір күн бұрын түнде жазып тастадым да. Бір куплет, бір припев. Балдарға көрсетсем, балдар, не о чем дейді да, онша емес, сөйтіп. Әйтеу, тәуекел деп. Одан кейін ол ән қалды, кстати, ол ән біраз қалды, біраз жатты. Содан кейін тәуекел етіп, әйтеу, жақсы көрейік, не болса да түсірші деп бауырыма айттым. Бауырым түсіріп алды. Сол кезде бір сутканың ішінде 500 000 қаралым болды ғой. Бір суткада, иә? Мен вообще ондай білмеген ғой, ондай көрмеген. Қалай ол сен қайда салдың ол? Просто тиктокқа. Да? Вот мен тикток. Сала салдым мен. Просто вообще ештеңе істеген жоқпын, реклама жасаған жоқпын. Әлі күнге дейін менің анау шапка профиля дейді ғой, сол жерде. Тамаша. Әлі күнге дейін шапка профиля дейді ғой, сол жерде ілініп тұр. Өздеріңіз көрсеңіздер болады. Обязательно тикток, инстаграмға жазылып кетіңіздер. Да, керемет, да, сондай сәттерде қандай не болады екен, шок, да? Ал қазіргі таңдағы жастарға әнші бастап жатады, иә, осылай, оларға мынандай қандай кеңес бересің? Әндері, вот мен бір әнді жазам, айына атып кетеді деп. Ол дұрыс па? Әлде көп ән жазу керек па? Сол әндердің ішінен атып кету мүмкін ба? Или ол қандай? Мысалы, жалпы осы біздің көп адамдардың ойлайтын қағидасы, то, что любой хит болған әнші сені хит қылады деген нәрсе бар да. Сондай бір стереотип бар да. Да. Но на самом деле негізі ол... Дуэт жазайық деп, иә?
Жоқ, мәселе мынада да Иә. подкол принят. Мәселе мынада да жалпы біздер дейтін результатты ешқашан білмейміз ғой. Өнер жолында ешқашан тұрақтылық деген нәрсе болмаған. Өнер жолында әрдайым тұрақсыздық, бірде былай деген сияқты. Сондықтан қай әнге акцент беретініңді енді білмей қаласың кейде. Сондықтан қолдан келгенше жаңа шабыттар, жаңа идеялар шығып тұратын болса, дамыта бересің, жасай бересің. Оның бәрі бір жинақ болып жиналады да, сонымен әйтеу порядогымен шығады. Керемет. Әйтеу біреу атса, ризамыз ғой соған. Иә. Кенжебек, сені қатты ренжіткен адам болды ма? Соған сен қатты қиналып, осындай сәттер, ол сен жақын адам ба, әлде өнердегі адам ба? Мен сол жайлы айта кетсең. Именно өнер жағында дегенде емес, жалпы адами барлық енді. Адами тұрғыдан мен шынымды айтайыншы, жалпы ренжи алмаймын. Біреуге андай бір неғып бүйтіп істеді, бүйтті деген сияқты ондай реніш жоқ менде ешқашан. Білмеймін, өзі Аллах тағала жүректен алып тастаған ба, сондай кәдімгідей андай прям біреуге ренжіп, прям біреуге налып, сен бүйтіпсің ғой, сен сөйтіпсің ғой деп прям барып, маған легче, мысалы, например, оған көп нәрселерге мән бермей, енді әр өміріңді сүріп, әр бауырына 100 оправдание тап дейді ғой. Иә. Солай оправдание тауып өмір сүріп келе жатырмын. Және де маған да оңайда, өйткені мына өкпе кек деген нәрсе, реніш деген нәрсе, оның бәрі кәдімгідей кеудеде жиналып қалады екен. Сөйтіп, кеудеде емес, тамақта да, жалпы өзі адамның бір организмнің частина жиналады да, сонымен неше түрлі жаман аурулар алып келеді екен. Сөйтіп, қой құрсын, ренжімей-ақ қойын дедім ғой. Дұрыс. Ал Кенжебек, мынандай сұрақ саған. Енді өмір бақи осындай әнші болып жүрем деп ойлайсың ба? Или алдағы уақытта өзіңнің армандарың бар шығар, өнер жолынан кетем, осындай бастайым, бизнес бастайым, депутат болам, әкім болам. Егер сен депутат болып кетсең, не өзгертер едің? Біздің Қазақстанда. Ең бірінші, мен осындай мүмкіндігі шектеулі балдарға өте қатты условияларын жасап, осы біздің қоғаммен өте тығыз байланыста араласатындай мүмкіндік жасаушы едім. Жалпы негізі ол мүмкіндіктер жасалып жатыр. Жаңағындай инклюзия дейді, тағы неше түрлі программалар бар. Дегенмен де, мысалы, светофорлардан кейбір кезде өзім наугад жүгіріп өтем да. Егер қасымда адам болмаса, светофорда очередь болмаса, машиналарды тыңдап, қай уақытта тоқтайды, сол кезде жүгіріп өтем. Бұл өте үлкен риск. Шыны керек, кейде байқамай қаласың. Қазір особенно мына электромашиналар шықты. Вообще тып-тыныш жүреді, дым естімейсің деген сияқты. Ал енді светофорды іздеу, ол мысалы үлкен проблема, өйткені ол дауыс бермейді, әйтеу просто қызыл жасыл болып жанып тұрады деген сияқты. Сондықтан мен ойымша осы моменттерді мен қолыма алып түзетер едім деген ойдамын. Бірақ енді жалпы үлкен ағаларымыз ол жерде отыр ғой, олардың әрине білімдері бізден мықты. Құлақтарыңызға алтын сырға дейсің ғой, иә? Иә, сондықтан ол кісілердің білімдері бізден мықты. Мен әлі жап-жаспын, сондықтан өмір алда негізі. Дұрыс, әрбір енді жастарымыз енді бір кішкене болса да, может, подсказка, айтып кеткенін дұрыс. Өйткені ол енді біздер дейтін, енді шыны керек, медийный адамдарымыз ғой. Иә. Бізді енді кішкене кейде осы нәрселерді освещать етіп тұрған дұрыс деп ойлаймын негізі. Өйткені әрине өзіміздің халқымызда проблема жетеді, проблема мынадан. Иә. Дегенмен де үстіне, конечно, проблема создавать етіп, артынан ондай әңгімелер айту деген нәрсе мен үшін жоқ. Дегенмен де осылай өзімнің позициямды білдіріп отырмын. Керемет. Сонда сіз алдағы уақытта өнер жолын тастап кетсеңіз, кім болар едіңіз?
өнер жолын тастап кетсем, онда мен білмеймін. Да, ойлаған депутат болатын шығармын. Иә. Общественный деятель. Иә. Или хотя бы блогер болатын шығармын. Өмірдегі ең ұялатын сәтіңізді айтыңызшы. Өтіп кеткен болсын, қазіргі таңда болсын, міне өзіңіз қатты ұялып, неге мен осылай жасап қойдым деп, как же я опозорился. Жалпы негізі менде енді ондай случайлар көп қой. Өйткені опять-таки зрение мәселесі, көз мәселесі болғаннан кейін көп жерде соқтығысып қаласың, қақтығысып қаласың, сөйтіп бір күні бір жерде тұрамыз, Топжарғаннан шығып келе жатырмық қой деймін. Топжарғаннан шығып жаңағы адам келеді, и қасымда ағам тұрған, ағаммен амандасады да, содан кейін оказывается маған қол созып тұрған екен да. Мен бермей қойған екенмін, сөйтіп маған қарайды да, что-то байланысқым келіп тұр ма дейді ғой, короче. И сонымен байланысқым келіп тұр ма? Байланысқым келіп тұр ма дейді да. Сол кезде мен ұялып, қалай ұстаймын деп қобалжып, в общем, қолым шығармай қойған тұғым. Ол момент енді естен кетпейді. Содан бері өзі вообще бірінші амандасатын болдым ғой. Иә. Бәрімен. Ол енді ол кісі сізге ренжімеген болар енді. Жоқ, ренжімеді ғой, әрине, просто сондай момент болып қалды ғой, неудобный. И соған андай өз басым қатты андай несіп кеттім да, андай ирониямен қарап кеттім да, күшті болып. Сонымен әйтеу қолдан келгенше енді максимально өзіме өзім прикол ұстағанды жақсы көрем, өзіме өзім шутить еткен жақсы көрем. Бізде дейтін еще черный юмор подъехал деген әңгіме ғой. Там мысалы өзімнің осындай мүмкіндігі шектеулі көзден балдарын мен коллеги по цеху деймін, мысалы, например, қалайда енді еркелетіп айтасың ғой өзің. Олар сізге ренжімейді, иә? Жоқ, ренжімейді, әрине ренжімейді, өйткені ол кісілер түсінеді ғой, өте юмористтар ғой негізі жалпы. Мен бар ғой, Кенжібек, осындай естігем, сіз не только Джахалиппен, даже популярный звезда шетелдегі жұлдыздармен араласады деп. Кімдермен араласасың? Если секрет болмаса. Негізі енді жалпа Стефан Боссон деген ағамыз бар. Соның әнін айтқансың. Дейтін әнді айтатын. Сол бар. Және де Дэвид Виндетта бар. И Дэвид Гетта деген братымыз. Да, ты что? Сен солармен? Тығыз байланыстамыз. Дегенмен де біз виза мәселесін туырлап әйтеу ұзаққа созылып жатыр. Да, виза жағынан, иә? Егер жетсек бұйырса, о жаққа өте үлкен пландар бар. Мына виза жасайтын ағайлар, компаниялар, егер Кенжібектің визасын жасап беріңіздерші, біздің қазақ еліміздің осындай талантты азаматтарымыз шетелге барып, біздің Қазақстанды әлемге танытсын. Әумин. Керемет. Кенжібек, саған осындай сұрақ енді. Сен білем, жолдасым бар, әйелім бар, керемет, өте сұлу жан. Өзі 5 уақыт намаз оқиды екен. Саған енді арасында айтпай ма, жаным, тоқал алсаң да ренжімеймін. Ой, бұл больной тема. Ой, ол маған өзі 4 әйелге татиды ғой. Иә? Әрине, ондай тіпті ойға кіріп шықпайды, шыны керек. Өйткені енді шыны керек жақсы көріп қосылғаннан кейін ол ондай тіпті ойға да кіріп шықпайды, басқаларды байқамайсың да екенсің. Жалпы менің ойымша керемет, жалпы өзі бір бақытты сезімде жүрмін да. И әрине көп қиыншылықтардан өттік, жоқшылықтан да тоқшылықтан да өтіп жатырмыз. Соны айтып жібересің ба? Қандай сәтте бір өте қиын сәт болды ғой, оны айтасың ба? Негізі сол сырында айтып берші, қандай неден жолдан өттіңіз? Мен естігем, сіздің жолдасыңыз қатты бір айта аласыз ба? Ол теманы негізі мен қазіргі таңда қозғағым келмейді, өйткені
қазіргі таңда бізде бәрі жақсы. Енді шыны керек, жамандығыңды айта беретін болсаң, жамандық саған қарай тартыла береді дейді ғой. Сондықтан әйтеу сондай бір период болды, соның бәрінен өттік. Қалай ауыртатын да Алла, сауықтыратын да Алла дейді ғой жалпы. Сондықтан бұл деген бір біздерге деген сондай бір сынақ болды. Дегенмен де біз соның бәрінен өттік, төзіп шықтық, бірге қол ұстасып, қазіргі таңда керемет отбасы болып жатырық. Білмеймін, менің жүрегім кәдімгідей тыныш. Керемет. Ал енді мынандай сұрақ саған: не үшін қазіргі таңда біздің жастарымыз ажырасып жатыр? Неліктен? Бұл жерде мен де бармын десің. Иә, не үшін, қандай соған жеткізіп жатыр? Ай сайын. Менің ойымша, негізі көп жерде әңгіме жетіспейді да. Бір-бірімен адамдар қазіргі таңда әңгімелеспейтін болған, және де көп жерде енді әйтеу бақытты өмірге ұмтылу, байлыққа ұмтылу деген нәрселер, махаббат, жалпы сезім деген нәрселерден сондай биіктеу болып тұрған заман деп ойлаймын өз басым. Бірақ бұл менің субъективный мнением. Егер адамдарға ұнамай жатса, кешіріп қойыңыздар. Может быть, сіздер менен жақсы білерсіздер. Бірақ дәл қазіргі уақытта менің түйген ойым, біріншіден сол жаңағындай әңгімелеспеу, екіншіден сол дүние, байлықтың артынан еріп, сондай бір әрекеттер жасау. Және де үшінші, сүймей қосылу деген нәрсе, менің ойымша. Жақсы көрмей, бір жерден мысалы мәжбірленіп қосылғаны болуы мүмкін. Бір жерден мысалы әйтеу былай болады ау деген сияқты пландап, алдын ала сөйтіп қосылып алып, одан кейін олай болмай қалып, сөйтіп бір-бірімен ұрысып, ажырасып жатыр ма деп өз басым ойлаймын. Дегенмен де ең бастысы, сүйетін, шын жүрегіңнен, жан тәніңмен кәдімгідей сүйетін адамға қосылатын болсаң, менің ойымша отбасыда проблема деген нәрсе, ол күліп келеді да күліп кетеді. Дұрыс, иә. Өйткені мен ойлаймын, қиыншылықтан өтіп, қатты қиыншылықтан өтіп, қайтадан қосылған жас жұбайлар алдағы уақытта өмірлері зор болып кетеді деп ойлаймын. Еще махаббаты жаңадан ашылады. Иә, өйткені олар жаңа этаптарға өтеді ғой. Жалпы негіз біз адамдармен бір ұрысқан кезде, одан кейін особенно екеуміз деп ұрысып барып татуласқан кезде, қандай керемет, иә? Айтшы. Ұрысып барып татуласқан кезде бір жақындық пайда болатын сияқты. Вот. Кейде мысалы әртүрлі жағдайлар болады, ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды деген сияқты. Жалпы әр отбасыда әр қалай ғой, дегенмен де бір-бірінен келіп кешірім сұрап, содан кейін ары қарай, білмеймін, как будто нығайып кететін сияқты жалпы. Бірақ көп жерде бізді ең қатты құртатын ол гордыня. Көкіректік. Көкіректік кәдімгідей ол өте қатты құртады. Мен мынаны бүйтем ба? Мен бірінші болып кешірім сұрайын ба? Мен мынандай, жоқ, ол мәселе сенің кешірім сұрауыңда емес та. Менің ойымша, егер сен бір жерде кешірім сұрай салсаң, ештеңең түсіп қалмайды деп ойлаймын. Иә. Негізі. Дұрыс. Мен шынымен айтып отқаным, өйткені мен бұл этаптан өттім. Менде гордыня қосылды. Менде бұл нәрселер болды, иә, сенде? Звездная болезнь. Звездная болезнь деген нәрсе емес, ол жалпы адамның кейде сондай бір периодтар болады, когда ол бір бәрін білем, бәрін дейтін, мен деген зерттеп тастағам, мен деген бәрін түсінем дейтін, өзім деп па, өзім дейтін бір сондай бір менменшілдік моменті болады негізі. Әр адамның сондай бір переходный моменттері болады. И бәріміз пендеміз, бәріміз қателесеміз. Бірақ ең бастысы осының бәрін түсіну да. Өту, иә. Өту осының бәрінен. Өйткені енді былай қарасаң, өміріміздің бәрі негізі көбінесе сынақтардан тұрады ғой. Иә.
и сынақтардан тұрғаннан кейін бұл нәрселерге достойно төзіп, бұл нәрселерді достойно көтеру керек та. Сөзіңіз аузыңызда. Ал енді болды ма осындай сәттер, сіз тойға, концертке бір жерге келген кезде, сіздің фанаттарыңыз фотоға түсейікші деген кезде итеріп қалған сәттеріңіз, жоқ мен түспеймін деп, өзінше болып қалған сәттеріңіз болды ма? Ешқашан болмапты ондай моменттер. Өйткені мен әрқайсысымен әрдайым фотоға түсуге талпынам. Мүмкін менеджерларым или болмаса организаторлар өздері талпаны, әрине оларды да түсінуге болады, давка болмасын деп жылжытуы мүмкін. Дегенмен де егер кім маған жақынырақ болып сондай бір мүмкіншілігі болатын болса, мен әрдайым суретке түсем, әрдайым ол біз үшін ләззат, иә? Иә, әрине. Өйткені бұл жолды андай да біз өнер жолын, лично мен дейінші жарайды. Мен өнер жолын өзім таңдадым да. И бұл жолдың бейнетінде, зейнетінде дәмін татуға дайынмын. Өйткені мен бұны жүрегіммен таңдадым да. Тамаша. Мен ойлаймын, және де біздің әншілеріміз, актеріміз болсын, иә, шетелдегі әншілерге қараймыз. Например, Анджелина Джоли, там кім бар бізде? Дженнифер Лопес бар. Вообще бүкіл өте қарапайым, көшеде тапшкімен жүре береді. Дұрыс па? Ал неге? Бізде Қазақстанда ондай жоқ. Біз ұяламыз. Мен, например, өзім угимен де шыға салам. И без макияжа да шығам да. Арасында мені енді танымай қалады енді. Жалпы, енді бұл деген мәселе мынада да. Әр жерде хочешь ты этого или не хочешь, конкуренция деген нәрсе бар да. И менің ойымша көп жерде сол нәрсені өте мөлшерден тыс қолданып кеттік па деген ойдамын да жалпы. Өйткені былай қарасаң, қандай өнер адам болмасын, қандай білмеймін, бастық болмасын, болмаса қандай император, білмеймін, правитель болмасын, жалпы бәріміз адамбыз да. Адамбыз, иә. Қарапайым болу керекпіз. Әрдайым адамның күні адаммен. Сен ертең біреуді итердің ба, ертең ол адам мысалы сенен биік болып кетпесіне кім кепіл мысалы. Сондықтан ең бастысы өзің простой болып жүрсең, халық та саған қарай тартылады. Халықты мен мысалы өз басым ешқашан андай из ряда вон киініп, прям ойбай деп обязательно ол бренд болу керек. Какой-то бренд, қатты ондай нәрселерге қатты қызыға бермеймін. Өйткені мен в основном өзім әйтеу күнделікті тұратын графигім сол, әйтеу студия, үй. Әйтеу ең бастысы жақсы бір ән шығарсам, шабытым кәдімгідей келіп, не обязательно ол брендті көрсетіп, ол нәрселер обычно өмір сүруге де болады да. Просто біздер именно сол, қалай айтсам, панты дейді ғой, сондайға еліктеп кетеміз ба деп ойлаймын. Бірақ енді көпке топырақ шашпаймын да вообще, жалпы. Мен бұл жерде ешкімді меңзеп отырған жоқпын. Біздің әншілерді де ешкімді меңзеп отырған жоқпын. Бұл жерде просто қазір заман сондай болып бара жатыр да. Егер сенде мысалы там андай-мындай жоқ болса деген сияқты нәрсеге әкеліп тіреп жатыр. Дегенмен де ешкім сізбен араласпайды, иә? Бұған біздер деген иммунитет болу керек жалпы. Ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін ажырата білу керек деп ойлаймын. Мен мысалы қазіргі таңда әлі күнге дейін ештеңе білмеймін, дым да білмеймін. Бұл просто менің әйтеу осы жылдар бойы түйген ойым ғой. Енді шыны керек, біреу үшін мүмкін бұл сандырақ сияқты естілетін шығар, бірақ енді ол кісілер енді мүмкін патологына жетіп саған шығар, жалпы ол сфераның или болмаса осы әңгіменің. Бірақ дәл қазір менің түйіп отырған ойым осындай. Тамаша, керемет. Сондықтан бізді тек халық көтереді. Бізді тек халық көтереді. Халыққа көп рахмет айтамыз. Өйткені сіздердің арқаларыңызда біз жұлдыз боламыз. Кенжібек, сіздің бір көкейіңізде тұрған маған бір сұрақ бар ма? Жалпы негізі сұрақ дегенде енді
менің ең басты сізге өте қатты таңғалатыным, әрдайым сіз позитивный болып жүресіз да. Әрдайым сіз білмеймін, өзі бір ашулансаңыз да бір андай бір позитивно ашуланып тұрасыз да, ойнап кеттім деп тұрады да кәдімгідей артынанша. Соның сыры неде? О, қандай сұрақ, керемет. Білмеймін енді, өмірде мен ойлаймын, неге түніліп адамдар жүреді деп. Өйткені өмірге біз бір рет келеміз, біріншіден. Ал енді сен қалай өмірге позитивпен қарайсың, солай саған әрқашанда позитив келеді, әрқашанда жолым болып жүреді, әрқашанда күліп жүру керексің. Иә, негізі көбісі маған айтады, қалай сен күліп жүресің? Қатты сынақтардан өттің. Білмеймін. Алла тағала сондай маған бір сондай не берген шығар енді, өйстіп күліп позитивте ешқашан тоқтамауға. Мен никогда депрессияда болмағанмын, болсам да тек 3 күн, 2 күн болды, мен уже отыра алмаймын. Және де спорттың арқасы. Я вот спорт демекші, спортқа мен қатысуға желанием бар, так что құрметті осы спортивный орындардың иегерлері, директорлері, чемпиондары сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға. Мүмкін сіздермен бір жүздесіп, сіздерден тәлім алсам, сабақ алсам деген ой бар. Сондай бір ұсыныс тастап, сәлемдеме жолдағым келіп тұр. Ой, тамаша. Осымен біздің бүгінгі жұлдыздан төмен бағдарламамызды тәмамдаймыз. Кенжібек, саған рахмет. Сіздерге рахмет үлкен шақырғандарыңызға. Саған керемет тосын сыйларымыз бар. Маған қызық болды. Иә, ең бірінші біздің спонсорымыз Чемпион чайдан осындай тосын сый сізге. Вау. Иә, тамаша. Және де кәдімгідей чайный церемония жасауға болады ғой мүмкін, кәдімгідей да. Нұрсейіт мырзаға көп рахмет. Рахмет. Аламан компаниясынан осындай сізге тосын сый беріп. Вау. Иә. Вау. Подарок деген нәрсе, сыйлық деген нәрсеге мен өте қатты жалпы қызығам. Иә. Кивана магазиніне осындай тосын сый үшін рахмет. Міне саған. Кенжібек, Кивана магазиніне барсаң, Дидара Алжан промокодын ұмытпа. Әрине, обязательно. Ал енді бұйырса, әйелімді қуантқан кезде обязательно барамыз ғой бұйырса. Иә. Және де Лорей компаниясынан осындай кірпік өсіретін сыворотка. Біздің спонсорымыз. Рахмет үлкен, рахмет. Сіздің жолдасыңызға. Бұйырса, әйелім қуанып қалатын болды ғой. Ол кісі подарок күтіп отыр еді, негізі менен бар ғой.